Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Мен Жиенбекова Қаза Айтбаевна, Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің тарих пәні оқытушысымын. Қашықтықтан оқытуға арналған сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы 1950-1980 жылдардағы толқулар, қозғалыстар, көтерілістер. Сабақтың мақсаты қазақ халқының ғасырлар бойғы азаттық күресінің заңды жалғасы, кеңестік билік кезінде болған наразылықтардың нақты себептері, оқиға барысы және нәтижелері туралы білімімізді толықтыру, шындыққа көзімізді жеткізу. Сабақтың жоспары: бірінші, 1959 жылғы Теміртау қаласында болған оқиға. Екінші, 1979 жылғы Целиноград оқиғасы. Үшінші, 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан оқиғасы. Төртінші, 1989 жылғы Жаңаөзен қаласындағы көтеріліс. 1959 жылғы Теміртау қаласында болған оқиғаға тоқталайық. Қарағанды облысында Қазақстанның тау-кен металлургиясының бірден-бір орталығын құру жоспарланады. Теміртауда бүкілодақтық комсомол жастар құрылысы мәртебесіне ие болған Қазақстандық магнитка металлургиялық заводының құрылысы іске қосылады. Республикамызға өзге де одақтық республикалардан, сондай-ақ социалистік мемлекеттер достастығы елдерінен жұмысқа келушілер саны көбейе бастады. Теміртау халқының күрт өсуіне байланысты жұмысшыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету керек болады. Барлық жұмысшыларға бірден пәтер жетіспей, олардың көпшілігінің вагондар мен барақтарда, брезент палаткаларда өмір сүрулеріне тура келді. Осындай жағдайға байланысты жұмысшылар арасында наразылық туа бастады. 1959 жыл тамызда жұмысшылардың жергілікті үкіметпен қақтығысы басталды. 1 тамызда сенбі күні кешке жұмысшылардың бір тобы ауысымнан кейін бірде-бір ашық асхана таппайды. Бұл жұмысшылардың наразылығын туғызды. 25 мың жұмысшыға әрқайсысы 2120 орыннан 16 асхана болды. Асханалар мен дүкендерде ойран салу әрекеттері басталады. Көшелерде ереуілдер мен бүліншіліктер болып, халықтың өмір салты бұзылады. Бүліншіліктерді басу үшін милиция мен әскер жұмылдырылады. Қару қолдану жағдайлары да болды. Бүліншіліктің 3-ші күні зауыттарға әскер енгізілді. Партияның орталық комитетінің бұйрығы бойынша құрамында партияның орталық комитетінің өкілдері, сондай-ақ Қазақстан Коммунистік партиясының хатшысы Беляев кірген комиссия құрылды. Теміртау оқиғасының себептері неде? Ол оқиғаға кім кінәлі болып шықты деген сұраққа келетін болсақ, 1959 жыл қазанда Мәскеуде болған жиында Қарағанды металлургия заводын салу мәселелері туралы деген қаулы қабылданады. Қаулы бойынша кінәлілер анықталып, жауапкершілікке тартылады. Теміртаудағы бүліншіліктің негізгі себебі жұмысшылар арасында тәрбиелік және саяси үгіт-насихат жұмыстарының қанағаттанарлық жағдайда жүргізілмеуі деп есептеліп, нақты шындық халықтан жасырылды. Сабағымыздың келесі жоспары 1979 жылғы Целиноград оқиғасы туралы не білеміз? Ол үшін келесі бейнебаянға назарымызды аударайық. Еділ бойындағы неміс автономиясы таратылғаннан кейін, оның мыңдаған азаматтары Қазақстан жеріне көшірілді. Коммунистік партияның 20-шы съезінен кейін, екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында таратылған көптеген автономиялы республикалар қалпына келтірілгенімен, Еділ бойынан көшірілген немістер жөніндегі шешім қайта қаралмай қалды. Осыған байланысты жер аударылған немістер арасында тарихи отандары Германияға көшу мәселесі жиі көтеріле бастады. Бұл процесті тоқтату үшін кеңес үкіметі немістердің тарихи отанына оралуына шек қойды және Қазақстанда неміс автономиялы облысын құру туралы шешім қабылдады. Ол шешім 1979 жылғы көктемде Коммунистік партияның орталық комитеті саяси бюросының мәжілісінде республика үкіметі мен жоғарғы кеңестің келісімінсіз қабылданды. Бұл шешімнің конституцияға сәйкес келмейтініне қарамастан, Қазақ КСР үкіметі мен Коммунистік партиясы елеулі қарсылық көрсете алған жоқ. Бұл автономиялық облысқа Ақмола, Павлодар, Қарағанды және Көкшетау облыстарының біраз аудандары беріліп, Ерейментау қаласы оның орталығы болып белгіленді. Автономиялы облыс құру туралы мәлімет республикаға тез тарап, қазақ халқының заңды қарсылығын туғызды. 16 маусым күні таңертең негізінен облыс орталығындағы жоғарғы оқу орындары мен техникумдарының студенттері қаланың орталық алаңына жиналды. Жастар қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан бөлінбейді, неміс автономиясына жол жоқ,
және басқа да ұрандар жазылған тақтайшалар алып шықты. Митинг Кремльдің неміс автономиясын құру туралы шешімін айыптаған үндеу қабылдады. Облыс басшыларының митингіні тез арада таратуға тырысқан әрекеті іске аспады. Митингіге қатысушылар шеп түзеп қала көшелерімен ұрандатып өтті. Облыстың және қаланың партия басшылығы тоталитарлық жүйенің дәстүріне сай әрекет жасай отырып, халықтың саяси бюроның бойланбай алған шешіміне қарсы жасалған шеруі мен ашу-ызасын идеологиялық жұмыс дәрежесінің төмендігіне әкеліп саяды. Студенттер жатақханаларына түсінік жұмысын жүргізу үшін насихатшылар тобы жіберілді. Автономия құру туралы шешім болған жоқ деп мәлімдеп, облыс басшылығы Коммунистік партияның саяси бюросының автономиялы облыс құру жөніндегі жобасынан іс жүзінде бас тартты. Келесі шеру 19 маусымда болды. Оны аудандардан келген соғыс және еңбек ардагерлері бастады. Оған 2000-нан 4000-ға дейінгі адам қатысты. Шеруге қатысушылар облыс басшыларына автономияны құруға қарсы үндеу тапсырды. Целиноградтан кейін шағын митингілер мен шерулер Атбасарда, Ерейментауда және Көкшетауда өтті. Бұл бой көрсетулерден соң жазалау науқаны шектеліп, тіпті әкімшілік істері бойынша да сот процесі жүрген жоқ. Алайда республика басшылығы және мемлекеттік қауіпсіздік комитеті бұл шерулер туралы ақпарат таратылмау үшін қолдан келгеннің бәрін істеді. Баспасөзде партия активтері мен пленумдарда бұл оқиғалар туралы ештеңе айтылмады. Дегенмен Целиноград наразылығы туралы қауесет халыққа тарап кетті және ол қазақтардың ұлттық сана сезімінің оянуына үлкен әсер етті. Бүгінгі көзқарас тұрғысынан қарасақ, егер де сол кезеңдегі тоталитарлық кеңестік билік осы болып өткен наразылықтарға дер кезіне дұрыс көңіл бөліп, жылдар бойы жинақталған мәселелердің түйінін дұрыс шешкен болса, мүмкін 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі мен оның қайғылы аяқталу оқиғасы болмас еді. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы және оның себебіне қысқаша тоқталып өтейік. 1986 жылы 16 желтоқсан күні болып өткен Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің кезектен тыс пленумы республиканы ширек ғасырға жоқ басқарған Қонаевты қызметінен босатып, оның орнына сол уақытқа дейін Ресейдің Ульянов облыстық партиясын басқарған Колбинді сайлаған болатын. Шын мәнінде бұл ешқандай да сайлау емес. Ендігі уақытта Қазақстанда орталықтың саясатын жүргізуге тиіс болған номенклатура өкілінің пленумға жиналғандарға таныстыру рәсімі ғана еді. 17 желтоқсан күні таңертең Алматының алаңына халық жинала бастады. Кешке қарай жиналғандардың саны шамамен 25-30 мыңға жеткен еді. Олардың басым бөлігі Мәскеудегі билік жариялаған қоғамды қайта құру ұрандарына сеніп, сондай-ақ конституциялық құқықты пайдаланып, өздерінің еркін білдіруге шыққан студент және жұмысшы жастар болатын. Бейбіт шеруге шыққандардың қолдарына көтерген ұрандары тоталитарлық жүйе жағдайында өз пікірін ашық айтудан қалған халықтың саяси еркіндікке ұмтылысын айғақтайтын еді. Желтоқсан оқиғасына қатысқан жастардың талаптары дұрыс па? Орталық алаңдағы жағдай бірден Мәскеудегі бас хатшыға баяндалды. Алматыдағы саяси наразылықты өз билігіне төнген қатер ретінде қабылдаған орталық оны күш қолдану арқылы басу жаншу жолына түсті. Сол күні кешке Мәскеуден Алматыға ұшып келген топтың құрамында КСР Ішкі істер министрлігінің бірінші орынбасары, КСР бас прокуратурасының орынбасары және мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің төрағасы бар наразылықты басып тарату штабы құрылады. Құрамында қазақ ұлтынан ешкім де болмаған. Бұл штабтың жұмысын генерал-полковник Елисеев басқарды. Желтоқсан оқиғасына қатысқандарды билік қалай жазалады? Әскерилерге қарусыз шерушілерді қуып таратуға қажетті қару-жараққа қосымша 15 БТР, 20 өрт сөндіруші машиналар берілді. Милиция және ішкі әскер құрамаларына саны 10-15 мыңдай темір сойылдармен қаруланған жасақшылар көмектесті. Нәтижесінде 1,7 мыңнан астам адам дене жарақатын алды. Бірнешеуі осы жарақаттан қаза тапты. Сот үкімімен 99 адам түрлі мерзімге, 2 адам өлім жазасына кесілді. Қайрат Рысқұлбеков пен Мырзақұл Әбдіқұловқа берілген ату жазасы халықаралық қауымдастықтың қарсылығы нәтижесінде кейіннен 20 жылдық абақтыға алмастырылған болатын. Қайрат Рысқұлбеков белгісіз жағдайда Семей абақтысында өлтірілді.
Неліктен осы оқиғаға қатысушыларды жазалау 1916 жылғы көтеріліске қатысушыларды жазалаумен салыстырылады? Қазақ жастарының 1986 жылы желтоқсандағы шеруінің түрі ұлттық болғанымен ұлтшылдық емес еді. Бірақ жүйе оны қазақ ұлтшылдығы деп айыптаудан бастап, ақырында ұлттық тең құқықтылықты өздері бұзды. Ашық сот процестері жүргізілді. Барлық жерде комсомол, партия жиналыстары өткізіліп, олардан оқиғаларға қатысқандарды жоғарғы оқу орындарынан және жұмыстан шығаруды табандылықпен талап етті. Бүгінде 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі Кеңес одағының тоталитарлық жүйесінің ыдырауы бастап берген, сондай-ақ қазақ халқының мемлекеттік тәуелсіздігін батыл көтерген оқиға ретінде бағаланады. Қайсар рухты қазақ Қайрат Рысқұлбековке халық қаһарманы атағы берілді. Алматыдағы орталық алаңға желтоқсан көтеріліс құрметіне тәуелсіздік таңы деп аталатын ескерткіш орнатылды. Кеңестік Қызыл империяның Қазақстандағы үстемдігінің соңы бұл 1989 жылы Жаңаөзен қаласында болған еді. Көтерілістің негізгі себебі кеңес үкіметі басшыларының жергілікті халықтың мүддесімен санаспауы, жаңадан іске қосылған мұнай, газ, кен орындарының көптігіне қарамастан жергілікті халықтың жұмыссыз болуы, сонымен қатар көптеген саяси және әлеуметтік мәселелердің шешілмеуі болатын. Осы оқиға күндері Жаңаөзенде жүрген Қазақ КСР ішкі істер министрі генерал Князевтің Мәскеуден халыққа оқ атуды қиылып сұрағаны туралы деректер сақталған. Жаппай қару қолданбаса да, ереуілшілерді тарату мақсатында күш қолданылған. Соның салдарынан осы күндері 3 қазақ, 2 лезгин азаматы қаза болды. 40 адам жараланды. Қаза болған қазақ жігіттері Нұрберген Тілеубергеновтың, Төлен Жанаевтың, Оңдасын Отарғалиевтің ерлік істерін Жаңаөзен халқы мәңгі есте сақтайды. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе айтарымыз, кеңестік кезеңде республика тұрғындарының коммунистік партия мен биліктің тоталитарлық жүйеге қарсы наразылығы көптеген мәселелердің бұрынғысынша шешілмей қала беруіне қарамастан, халқымыздың елеулі саяси күшке айналғандығын көрсетті. Алыспаған, жұлыспаған бостандық атына мінбейді, бұғаудан босамайды деп айтқандай, тәуелсіздік алғанға дейін болған барлық ұлт-азаттық көтерілістер тәуелсіздік таңын жақындата түсуде зор маңызы болғандығын мақтаныш етеміз. Құрметті білім алушылар, сіздерге ұсынылатын үй тапсырмасы: бірінші, берілген сызбаны толтыру; екінші, жас демократ Қайрат Рысқұлбеков туралы не білесіңдер деген сұраққа арнайы хабарлама дайындау. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.